Енді балаңыздың шашын алу оп-оңай. Балаңыз жыламайды, жыбырламайды, қолыңыздағы затты тартып алғысы келмейді, тыныш отырып мультик қарап отырады. Ал кез келген анаға нағыз сол керек. Мен саған қазір толық айтып беремін, сен лайк бас және каналға тіркел. Кішкентай баланы шошытпайтын шаш тағатын машинка бар екен. Қорабында құрылғының өзі, яғни шаш тағатын машинка, өзі кішкентай, жеңіл, қолға ыңғайлы. Және ең маңыздысы, дауысы қатты шықпайды, шошытатындай. Қорабында машинканы тазалайтын губкасы бар, 2-3 насадкасы бар. Сол машинкаға құятын май бар, және сол машинканы тазалайтын кішкентай щетка бар. Және толық шаш таразда отырдым деген сезім болу үшін осындай пеньюары бар. Құрылғының үстіңгі жағы оңай ашылады, ашылатын жері ол шаң сорғыш сияқты, яғни шаштар жиналады. Бұл ойыншықтың еще жылдамдығы бар. Мысалы, бір рет бассаң бірінші жылдамдық, екінші рет бассаң екінші жылдамдық, үшінші рет бассаң өшіріп тастайтын шығарсың. Міне шаш алған соң осындай шаш жиналады. Сонымен кез келген балаға, кез келген анаға таптырмайтын құрал. Шаш таразда үнемі 3000-4000 кетіргенше үйде осылай шаш алсаңдар болады. Бағасын білу үшін комментарийге бағасы деп жаз.